Сәлем, бұл видео сабақта қалай тігіссіз жабуды үйренеміз. Яғни осылай екі бетін қосып тігетін бұйымдар тоққан кезде сол тігісті қалай біліндірмей тігуге болады. Мысалға, ол кофта, маечка тоққанда екі иығын қосып тіккенде, немесе кішкентай балаларға шапка тоқығанда артын тіккенде, кардиган тоққанда капюшон болса, соның артын осылай тіккен кезде қолдануға болады. Немесе сунуктардың екі шетін қосқанда. Ол үшін алдымен ескеретін нәрсе, петляларымыз осы бағытта тұру керек. Ол әркімнің тоқу әдісіне қарай, яғни сыммен тоққанда жіпті қалай алады, соған орай әртүрлі болып түседі. Кейбіреулердің әдісімен былай түсуі мүмкін, міне. Петлялар былай түседі кейбір әдістерде. Сондықтан, егер сіздерде осы бағытта тұрса, әуелі барлығын осылай қойып аласыздар. Ол маңызды рөл атқарады. Міне барлығы осы бағытта тұру керек. Енді мысалға екі бетті болса, осылай екеуін қатар қоясыздар. Жібімізді инеге өткізіп аламыз. Енді мына жібіміз осы бетте болу керек, мына жағында. Енді мына сымнан бастап тігеміз. Ең біріншісін осылай инеге өткіземіз да, келесі петлямызды артынан алға қарай өткіземіз, бірақ сымнан шығармаймыз. Осылай сымда қалады. Келесісін мына сымнан тоқимыз, бірақ бұның ең бірінші тұрғанын былай артынан алға қарай өткізіп, сымнан шығарып аламыз. Екіншісін алдынан артқа қарай өткіземіз, бірақ сымнан шығармаймыз. Келесі мына сымнан тағы да жаңағыдай алдынан артқа қарай өткізіп, сымнан шығарамыз. Келесін кері қарай өткізіп, инемізді, бірақ сымнан шығармаймыз. Жібімізді осылай өткізіп тартыңқыраймыз. Енді мына сымнан өткізгенде дәл жаңағыдай арт жағынан бастаймыз. Оны сымнан шығарып аламыз. Келесін алдыдан өткіземіз, бірақ сымнан шығармаймыз. Міне осылай жалғасып кете береді. Дәл осылай барлығын тігіп шығамыз. Енді қазір мен соңына дейін барам және нәтижесін көрсететін боламын. Қараңыз, ешқандай бұл жерді тіккен екені білінбейді, прям осылай сплошной тоқылған сияқты. Жібімізді бітіргеннен кейін аяқтап, мына жағына өткізіп жібердік. Осы әдісті қолданыңыздар. Мысалға, маечка болса, иығы осылай тұрады, кофта болса, ешқандай тігіс түспейді. Капюшон болса, арты осылай болып тұрады. Шапка болса, мысалға, кішкентай балдардың. Қолданыңыздар, үйреніп алыңыздар.